И сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Мен каналымда неліктен бір апта ой видео шықпады. Мен Қызылқоға ауданы, Атырау облысы, Сағыз селосында тұратын кісілерге бардым. Сіздердің бастарыңызға келіп отқан ең бірінші сұрақ: сен Сағыз селосына жайдарманшыларды көресің бе дейтін ғой. Жоқ, мен көрмеймін. Серьезно айтамын, сұрақ қоймай-ақ қойыңдаршы. Иә, мен бұл видеоға озвучик жасадым. Сондықтан видеоны жалғастырамыз. Я мен осы кезде пойыздан түстім. Маған Атырау өте салқын болды. Мен ондай салқындықты Маңғыстаудан көрмеппін. Мен тіпті Маңғыстаудан жұқа киім киіп шықтым. Содан кейін сумкамдегі барлық киімді алдым да сұлулықтан жылулықтан екі футболкадан екі спортивкіден сыртынан жұқа құрттым. Бәрін киіп алдым да кәдімгідей бар ғой. Вот качман болдым ғой сыртынан қарағанда. Ауыл деген өте керемет. Я, біздер ауылға барып жабақ үйреттік. Жабағын үйретіп білесіздер, қандай қызық екен. Камеранау, рубаный жизнь, камеранау. Я достар, кешірерсіздер. Мен негізі Сағызда жүріп видеоға түсіріп едім, бірақ та олардың бәрі білмеймін не үшін екен, бірақ өшіріліп қалды. Сондықтан тек осы видеолар. Сағыз деген өте керемет жер, нағыз ауыл. Я, солай Сағызға барып біраз қызықты сәттер болды, бірақ та оның бәрін түсіре алмадым. Мен сіздерге тек не үшін бір апта болмағанымды айтып бердім, я достар. Солай. Видео аз болғанына кешірім сұраймын, бірақ та видео ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз, арнаға жазғамыз, я достар. Мен енді видеоларды түсіре беремін әрі қарай. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Майк Миллер.